Абайдың бірінші қара сөзіне ой толғау. Абайдың бірінші қара сөзі адамның өмірінің мәні мен мақсаты туралы терең толғаныс. Ақын өткен өміріне көз жүгіртіп, қалған ғұмырын халыққа пайдалы іс жасауға арнауды ойлайды. Ол ел басқару, мал бағу немесе басқа тіршілікпен айналысудан гөрі, өз ойын қағазға түсіріп, кейінгі ұрпаққа өнеге қалдыруды жөн көреді. Бұл қара сөзден мен адамның өмірі босқа өтпеуі керек екенін түсіндім. Әр адам өзіне, мен қоғамға қандай пайда келтірдім? Менің өмірімнің мәні неде? Деген сұрақтарды қоя білуі қажет. Абайдың даналығы өз өмірін ғана емес, бүкіл халықтың болашағын ойлауында. Қазіргі таңда да Абайдың бұл сөзі өзектілігін жоғалтқан жоқ. Білімге ұмтылу, еңбек ету, жақсы адам болуға талпыну әрбір адамның басты міндеті. Сондықтан, Абайдың қара сөздері бізді дұрыс өмір сүруге, ойлануға және өзімізді үнемі жетілдіруге шақырады. Менің ойымша, Абайдың бірінші қара сөзі өмірдің қадірін түсінуге, уақытты бос өткізбей, елге пайдасы тиетін азамат болуға үндейтін мәңгілік